бізде туынды тақырыбына арналған практика, яғни туындыға қатысты келген тест кітапшаларынан келген есептерді талдаймыз. Сонымен бізде бірінші мысал, әртүрлі кітапшалардан алып көрдік, енді мүлдем бізде алмаған есептерді кездесуі мүмкін. Бірінші мысал былай. Енді текстпен береді, біз ең главный сөз нелерін жазамыз. Мынадай бір функция берілген, 3x плюс 4 көбейтілген түбір астында x. Осындай функция берілген, f'1-ді табыңыз дейді, болды. Бұл не деген сөз? Туынды алғанда шыққан функцияға 1-ді қойған кезде неше шығады, соны тап деген сөз. Енді біз функциядан ең басты бірінші туынды алу. Туынды алу үшін не істейміз? Мынау 3x плюс 4 және көбейту түбір асты x. Мынау бізде не? U деген функция, мынау v деген функция. U көбейту v. U көбейту v-ның туындысы қандай еді? Ол U-дан туындалып v-ға көбейтеміз, оған қосамыз v-дан туындалып U-ға көбейтеміз. Көбейтілген функцияда білеміз, біз екі функция көбейтілген кезде туындыдан қалай аламыз. Сонымен жазамыз f'(x) тең болады 3x көбейту түбір асты x. Мына бір функция деді ғой. Бірінші U-дан туындаламыз. 3x плюс 4-тен туындаламыз. Не болады? 3x-дің туындысы 3 болады. Оны уже білеміз, біз сразу жазып кетейін. Плюс 4-тің туындысы уже 0. U' 3-ке тең екен, көбейтеміз v. Бізде түбір асты x v-ға тең. Просто так. Қосу, ортада қосу жүреді. v' түбір асты x-дің туындысы қаншаға тең? 1 бөлінген 2 түбір астында x. Көбейту u. U бізде 3x плюс 4-ке тең. 3x плюс 4. Уже мына функцияның туындысы мынаған тең. Мүмкін ары қарай өрнектегі болады, мысалы мынаның төбесіне жазып, ортақ бөліп беру қажет жоқ. Бізге пока орнына 1-ді қоюымыз керек. Туындыны таптық, енді осы жерге 1-ді қоямыз. Мына жерге 1-ді. 1-ді қойсақ не болады? Так, 3 көбейту 1. Түбір астына 1-ді қойсақ, 1 шығады, 3-ке көбейтсек 3 болады. Плюс 1 бөлінген 2. Мұнда 1-ді қоямыз, 2 көбейтеміз 2. Көбейту, жақшының ішінде 1 көбейту 3, 4-ке қоссақ 7. Уже 7 болады. Сонда не болады? Так, 3 плюс 7 бөлінген 2 болады. Мына жерге 2-ден ортақ бөліп береміз. 6, 7-ге қоссақ 13 бөлінген 2. 3 бөлсек шамамен 6,5. Яғни, бізде мынадан туындалып, орнына 1-ді қойған кезде жауабы 6,5 шығады екен. Бізде келесі екінші мысал былай берілген. Осындай бір функция берілген, және мына теңдейдің жауабын табыңыз. Түбірлерін табы, осы түбірлер жатқан аралықты тап деген мүмкін. Бұл не деген сөз? Туынды аласыз, мына берілген функцияны туындасаңыз тағы бір функция шығады. Сол шыққан функцияны 0-ге теңестіресіз. Яғни бір функцияны 0-ге теңестірсек, онда не болады? Ол уже теңдеу. Осы теңдеудің түбірлері болады. Түбірлерін табыңыз деп тұр. Енді келесі бізде берілген функция былай. fx тең x квадрат минус 2 көбейту ln x-дің 4 дәрежесі. Осыдан бірінші туындаламыз. Туындалсақ не болады? Жеке-жеке туындаламыз, мынадан туындаламыз және мынадан туындаламыз. x квадраттың туындысы ол 2x минус 2 көбейту ln x-дің 4 дәрежесінің туындысы. Мұнаның бәрін 1 бөлінген деп жазатындығымыз, x-дің 4 дәрежесі. Және x-дің 4 дәрежесін өзінен туындасақ, ол 4x куб бұға тең. X-дің 4 дәрежесін туындаламыз, және көйтеміз. Арға енді әріктек x кубпен 4 кетіп қалады. Не қалады сонда? 2x минус, так, 2-ке 4 көйтеміз, 8 бөлінген x. Функция шықты ғой. Осы туындыны алған мәнді 0-ге теңестір дейді. Бізде туындыдан мынау шығады екен. 2x минус 8 бөлінген x тең болады 0-ге. Енді осыны шешеміз. Мынаған x-тан береміз, мынаған x-тан береміз. 0 болады ол түсінікті жүр. x-қа 2 көйтсек 2x квадрат минус 8 тең болады 0-ге. x квадрат не болады? Минус 8 плюс 8 болады, 2-ке бөлсек 4. Енді x квадрат тең 4 болса, онда ол плюс минус 2. Яғни мына есептің берілген теңдеудің жауабы плюс минус 2. Яғни бұл осы жатқан аралықтар тап дейді. Енді ары қарай плюс минус 2-де плюс 2-де қай аралыққа кереді, оны өздеріңіз білесіздер. Енді келесі бізде берілген теңдеу есеп тура алдыңғы есепке ұқсайды. Осындай бір күрделі ұқсап көрген ұзақ бір функция беріледі. Осы берілген функция туындалып 0-ге теңестіреміз, шыққан мәндерді табыңыз дейді. Не істейміз? Мынау берілген функция, біз әртүрлі функциялар қосылғанда азайылғанда істейміз, жеке-жеке туындаламыз. Енді туындаламыз (x) көзді жаттықтыру үшін, яғни бізде тестте осындай есептер берілді, яғни біз осыны шешеміз. x куб бөлінген 3-тен туындысы қандай болады? x куб бөлінген 3-ке 3 алдында түседі, 2 болады. 2-ге қысқарып кетеді. Не болады? x квадрат қалады. Плюс 2,5x квадраттың 2 алдына түскен кезде 2,5-ға бөлініп 5x болады. 2-ден 1 азайтсақ 1, оны жазбаймыз. Минус 14x-ның туындысы 14 болады. 19-ның туындысы 0.
мынандай нәрсе шығады екен. Ол шыққан нәрсені нөлге теңестіреміз, иә. Енді ары қарай ескеремін мынаны. 5-тің квадраты 25, минус 4 көйту плюс 14 қанша болады? 48, так 56 болады ма? Так 14 көйту 4, 40, 56 дұрыс. 56 плюс 25 қанша болады? 70, 81 болады, бұл 9-ның квадраты. Ары қарай енді x плюс, так плюс 5 минус болады, плюс минус 9, так плюс минус 9 бөлінген 2, минус 14 бөлсек минус 7, плюс мен алсақ 9, плюс 2, 4, 2 болады. Уже бұны білесіздер ме, ары қарай минус 7-де 2 болады. Яғни мына берілген теңдеудің жауабы минус 7-де 2. Бізде 4 жесеп туындының физикалық мағынасына байланысты. Яғни мынандай, так мына жерде былай көрсеткен, т куб, т квадрат. Енді мен қателесіп x деп жазып қойыппын. Енді былай xt, осындай 4t куб плюс 2t квадрат деген теңдеу бойынша қозғалатын дененің t тең 5 секунд уақыт мезетіндегі үдеуін табыңыз дейді. Дәл осындай есептер өте көп келеді. Мен туындының физикалық мағынасында түсіндірген болатын теориясын қазір сразу шығарамын. Мынау бізде s, мынау a. s-тан туындасақ v шығады, v-тан туындасақ a шығады. Мына нәрсе білесіздер. Сонда 2 рет туындауымыз керек. S-тан 1 туындаламыз. Не болады? 4t кубтың туындысы 3 алдына түседі 12 болады. T 3-тен 1-ді десеміз 2, 12t квадрат. Плюс 2 алдына түседі 4, 4t болады. Енді v шықты ғой, мына v-ға тең болды. Енді v-дан туындаламыз, a шығады. Мынадан туындасақ 2 алдына түседі 24t болады. Плюс 4. Осы нәрсеге тең 24t плюс 4. Яғни мынау бізде не болды? a-ға тең болды. V-дан S-тан туындап мынау v шықты, v-дан туындап ек мынау шықты, ол a-ға тең. Енді бар t тең 5 секунд деген, нарыға 5 тапырып қоймыз болды. 5 көйде 24 қанша болады? 100, так 120, оған 4 тоғызсам, 124. Туындының өлшем бірлігі метр бөлінген секунд квадрат. Осы нәрседен қателестіру мүмкін. Яғни тестте осындай есептер көп келеді, біз практикада осындай нәрселерді шығаратын боламыз. Бізде келесі берілген есеп тура алдыңғы мысалға ұқсайды. Есептің тексті, мәтіні былай түрде береді. Мына түрде қозғалатын дененің, осындай қозғалыс, осы түрде қозғалатын дененің t тең 2 секунд уақыт мезетіндегі жылдамдығын және үдеуін тап. Не істейміз? Жылдамдық табу үшін бір туындаламыз. v тең болады s штрих туындаламыз. 6t минус 5. 2-ні әкеп қоямыз. 2 көйту 6, 12 болады. 12-ден 5 сызытсақ, так 7 болады. 7 метр бөлінген секунд. Бұл жылдамдық. Жылдамдықты таптық. Бұл бір жауап болады. Енді үдеуді табамыз, неге тең болады? Үдеу v-дан туындаламыз. 6t минус 5-тен туындасақ, 5-тің туындысы 0 болады, 6-тың туындысы 6. Бітті, бұған уже мәнді қойсақ та болады. 6 метр секунд квадрат. Бұл не деген сөз? Мұның үдеу тұрақты деген сөз. 6 метр секунд квадрат. Бұл бізде оның үдеуінің несі мәні. Яғни бізде үдеуін және жылдамдығын тап деген екен. Екеуінде таптық. Берілген есептің жауаптары осы екеуі. Келесі бізде соңғы есеп былай берілген. fx тең x көбейту түбірасты x функциясының туындысын табыңыз деген сөзбен жазып қойып, біз просто былай жаза салдық. Туындысын табу үшін не істейміз? Бұны туындысын мен қазір екі түрлі жолмен көрсетсем, былай айтуға болады. Мынау түбірасты x деген бұл v деген функция, x деген u деген функция. Өсіп қарастыруға болады. Күрделі функцияның туындысы бойынша не істейміз? X-тан туындалып мынаны көбейтеміз. X-тің туындысы 1-ге тең, оны көбейтеміз түбірасты x-ке. Қосу дейміз де түбірасты x-тің туындысын аламыз, ол 1 бөлінген 2 түбірастында x. Және мына x-ға көбейтеміз. Осылай жазуға болады. Енді бұны ары қарай іріктесек, түбірастында x, так, плюс x бөлінген 2 түбірастында x. Мынаның туындысы мынаған тең болды. Осылай айтуға болады. Енді бұны ары қарай да нетіп жүруге болады. Мысалы былай, түбірасты x-тен ортақ бөлім беріп жіберсек, не болады? 2 түбірасты x-тен 2x болады, плюс x, так, плюс x. Түбірасты x көйтсек x болады ғой. Және алдында x бар, 2x болады. Мына x тұра береді. Бөлімінде 2 түбірасында x бар. Не болады? 2x плюс x, 3x бөлінген 2 түбірасында x. Мынандай нәрсе болды. Енді мына нәрсені шешудің тағы бір екінші жолы, ол былай. Бұны пока туындалма бетеміз. X көбейту, түбірасты x дегеніміз ол x-тің 2-ден 1 дәрежесі. Мұнда 1 дәреже бар. Екені көйтсек не болады? 1 плюс 2-ден 1, ол тең болады x-тің 3 бөлінген 2 дәрежесіне. Екені қоссақ 3 бөлінген 2. Енді бар осыдан туындаламыз. Бұны туындысы қандай еді? 3 бөлінген 2 алдына түседі, x жазамыз, 3 бөлінген 2-ден 1-ді азайтатындамыз. Мынаға ортақ бөлім 2-ден береміз. 3 бөлінген 2
көбейту x-тің так 3-тен 2-ні азайтсақ 1 бөлінген 2. Не болады? 3 бөлінген так 3-ті бір астында x бөлінген 2. Енді қарайық. X-тің туындысын алғанда 1 болды, түбірасты x-ті алғы көбейттік, және түбірасты x-тің туындысы 1 бөлінген 2 түбірасты x және оны x-қа көбейттік. Ол мына нәрсеге тең болды ғой. Енді қарайық. Мынадан 1-ден азайттық. 3 азайту 2 1-ді берді, 1 бөлінген 2. Мынаны берді ғой. Енді мынау 3 бөлінген 2-ні жаздық, сақтадық. Мынау x-тің 1 бөлінген 2 дәрежесі түбірасты x-ті береді, және 3 бөлінген 2. Енді мынанда былай айтуға болады ғой, мысалы 3-тің x дәрежесі көбейту түбірасты x-ті 3-тің 1 минус 2-ден 1. Мынау 1 бөлінген 2 болады. Астында тұрған 1 бөлінген үстіне шыққанда минус болады. Дұрыс қой, минус 1 бөлінген түбірасты x ол астына түскен кезде түбірастына кетіп қалады. Бөлімінде 2 бар. 2 сақталып тұра береді. Енді 3 жазамыз. X-тің 1 азайту 2-ден 1. Енді қосу болады, арасынан минуспен көбейтіп кетеді. Бөлінген 2. Тең. 3 1-ден 2-ден 1-ді азайтса қанша болады? 2-ден 1 шығады. Мына орында x-тің 2-ден 1 дәрежесі ол түбірасын береді. X түбірасты x бөлінген 2. 3 түбірасты x бөлінген 2 шықты, 3 түбірасты x бөлінген 2 шықты. Яғни екі түрлі жолы, біреу күрделі функция ретінде қарастырып осылай алуға болады, не болмаса өзімізге ыңғайлап мынаны түрге келтіріп алсақ болады. Негізінен айтамын, екінші түрге келтіру ол өте оңай әдіс.